Мен де индийскийімді айтып қайтайын. Баяғыда ауылда бір тәліпші атамыз барды оның. Индийский шай болмаса ішпеймін деп. Соны қайнысы өзбекше шайдың өзбекский шай деген болатын еді, соның ішіне индийский шайдың ішіне өзбекше шай салып апарып берген ана кісіге. Сөйтсе ішіп отыр, пақ, индийский шайға жетпейді ғой деп. Өзбекше шай ішіп отыр дейді өзі. Сол сияқты көңіл күйлеріміз көтеріп отырыңыздар. Жимиді көргенде болып отырыңыздар, енді реңім көмегіммен. Ал кеттік ал. Әрбір қазақтың тойында төрлеп жүрміз. Айтып танымал, рахмет. Крайне әнімен дідірген. Басеке молодец ол. Өзбекше? Bir tamşı жасай, қазақ sayın. Паризадым güzelim alagim, arzindik appak tilagim. Bu alemde özün keragim, sen şunday suysan Parizad. Güzelim alagim, appak tilagim, özün keragim. Parizad, Parizad, güzelim alagim, appak tilagim, özün keragim. Parizad, Parizad. Десең, бүшірге келсең, бір шығармашылық кеш бермей қайтпайды екенсің деген. Жоқ, бәр тілді біледі екенсің деді. Рахмет, Асеке, сізге Алла риза болсын, өнеріңіз үстем болсын. Алла бұйырса, шығармашылық концерт беріп жатсаңыз, осындағы бүкіл халық бөлме өзім барам. Ал қадірлі ағайындар, 40-ына шыдадық, 41-іне шыдайық. Мына баяғыда бір сиыр, байқамай біреудің қорасына кіріп кеткен ғой. Сөйтсе үйдің иесі алдынан шығып қалса, салмас па, сүт алмайсыз ба деген екен. Мына мені адасып кеткен тамада екен деп ойлап қалмаңыздар, қандай. Арнайы келіп тұрған тамадаларыңызбын ғой. Баяғыда бір жігіт осындай той болып жатырған үйге келіп есігін қағып тұр дейді. Сөйтсе үйдің иесі айқайлайды дейді. Ей, бұл кім десе, Алладан келген нәсіп депті, нәсіп болса кел дастарханға отыр, тамақ ішіп ал депті. Ертесіне келіп тағы да есікті қағады дейді. Ей, бұл кім десе, Алладан келген нәсіп депті, нәсіп болса кел отыр, тамақ іш депті. Үшінші күні жаңағы жігіт өзінің үйіне кіріп келе жатқандай дастархан басынан баса көктеп отырып жатса, үйдің иесі айтады дейді. Ей бала, кел отыра бер, сенікі нәсіп емес, кәсіп болды ғой деп айтады дейді. Сол секілді кәсібім осындай ағайындар. Енді ішші деп айту менің міндетім ғой. Ішіп жеп отырып, риза болып, бүгінгі тойдан баршамыз аман-есен тарқайық. Яғни келесі сөз кезегіне бауырлар шақырып қалдырмын. Ержан, Динара бастаған. Нұржан, Алтын, Бектен, Айнұр, Нұрлан, Гүлнар, Ерлан, Назгүл, доктор Наук, Человек-паук, хабарлап тұрған тауық десін. Келе қойыңыздаршы. Ал, барша бауырлар.